Сәлем достар. Бүгін мынадай алқа тоқитын боламыз. Бұл сеточкасы алқаның. Бұл өзі мынандай домалақ болады. Мынандай домалақ болып, өзі әдемі болып, мойындарыңызда әдемі болып жатады. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Дәл осындай алқа болады. Естеріңізде болса, мен алдында сіздерге мынадай браслетті тоқуын көрсеткен болатынмын. Дәл осы браслеттің мынау алқасы болады. Ол браслет туралы, менде төменде көрсеңіздер болады мастер-класты. Ал бастайық онда. Бізге не қажет болады? Бізге бисер қажет және 3-4 мм хрусталіміз қажет болады. Ал кеттік, онда жібіміз қажет болады. Бұл үшін инемізге 14 бисерді өткізіп аламыз. 14 етіп өткізіп алдық жібімізге бисерімізді. 14 етіп. Енді бұны жібіміздің ұшына дейін алып келеміз. Міне жібіміздің ұшына дейін алып келдік. Енді мынадай қылып, екі қатар қылып сеточкамызды тоқитын боламыз. Ол үшін жібіміз, міне мына жақта жібіміз тұр. Біз осы жерде біреуін артқа қарай тастап, екіншісінен кері қайтамыз. Енді 5 бисер аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бисер алдық. Мына жақтан да 5 бисер тастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 6-шы бисерімізден өтетін боламыз. Енді тағы да 5 бисер аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да 5 бисерімізді аламыз. 5 бисерімізді аламыз. Мына жерден тағы да 1, 2, 3, 4, 5. 5-еуін жіберіп, 6-шысынан өтетін боламыз. Енді осы жерде жібімізді 1-2 рет байлап қоямыз. Міне. Өткізіп алдық. Енді 1, 3 бисер аламыз. 2, 3. 3 бисерімізді аламыз. Жібіміздің бисеріміздің басына дейін алып келеміз. Осы жерде бір бисерімізді қалдырып, ортадағы бисерден кері қарай өтетін боламыз. Мен әтей сары жіппен тігіп отырмын сіздерге көрініп тұрсын деп, жібіміздің жүру жолы қалай болатынын. 3. Енді 4 аламыз. 1, 2, 3, 4. 4 бисер аламыз. Бұны ортасындағы, міне, 2, 2. Ортадағы бисерден өтетін боламыз. 5 аламыз. 4, 5. Үшінші бисерімізден өтеміз ортадағы. Енді 4 аламыз. 1, 2, 3, 4. Біреуін кері шегіндіріп, екінші бисерімізден қайта өтетін боламыз.
Енді бесеу аламыз тағы. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Ортадағысынан біреу, екеу, үшеу. Оны бетіп аударайын, сіздерге ыңғайлы болатын. Бесеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мына жерде енді қараңыздар, осы жерде 1, 2, 3, 4. Бұл жерде бізде төртеу болады. Сол төртеудің мына үшіншісінен біреу, екеу, үшеу. Енді тағы да үшеу аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Жоғар жағынан үшеу аламыз. Үшеу алған жағымыз біздің мойынға жақын тұрған жағы болып есептелетін болады. Төртеу алып жатқан жағымыз ол бізде төмен жағы болып есептеледі. Мына қараңыздар. Біреу, екеу, үшеу. Бұл біздің алқамыздың осылай бетіп, айналып, домалақ болып түсетін жағы. Мына астыңғы жағында бізде төртеуден болады. Біреу, екеу, біреу, екеу. Мына шетінде біреу, 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 біреу. Мына шетінде біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, екеу. Екеу болатын жағында біз 3 бесерден аламыз. Төртеу болатын жағында екеу болатын, мына жағында мына 3 бесер аламыз. Енді 3 бесер алып, біреуін шегіріп, ортасындағыдан кері қарай өттік. Енді біз 4 бесер алатын боламыз. 2, 3, 4. 4 бесер аламыз да, ортадағы үшіншісінен өтетін боламыз. Бесеу аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бесеу аламыз. 1, 2, 3. Енді 1, 2, 3, 4. Төртеу аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреуін алып тастаймыз. Біреусінен кері қарай қайтамыз. Бесеу аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бесеу аламыз. Дәл осылып, мына көрдіңіздер ме, уже айналып келе жатыр. Мына шеті екеу, мына шетінде үшеу. Уже бұлай, мына шеті сәл кішірек, мына шеті шығып келе жатыр. Дәл осылып, өзі айналып, бұралып шыға беретін болады. Жоғар жағы, мынау астыңғы жағы мұны. Бейіп істесеңіздер, болмайды. Мына жағы іркіліп қалады. Бұл осы домаланып өзі тұрады осылай. Ары қарай өздеріңіз қажетті ұзындықты істейсіздер. Менің мына алқам ұзындығы 47 сантиметр болды. 47 сантиметр ұзындығы. Енді сіздерге бұны қалай толтырамыз? Соны көрсететін боламын. Дәл осылай 3-4 миллиметрлік хрусталь тастарымызбен толтыратын боламыз. Ол үшін бір бисер, бір хрусталь тасымыз, қайта бір бисер.
Енді мына екінші қатарға өту үшін мына жердегі екі бисерден де өтетін боламыз. Мен жіпті қайта-қайта байлағанды ұнатпаймын, сол себепті жібімді өте ұзын қылып аламын да, осылай шатасып отырамын. Міне, тағы да алып алдық. Жібіміз келесі қатарда ортадағы бисерлерден өтетін боламыз. Дәл осылай барлығын айналдырып өтетін боламыз. Видео ұнап жатқан болса, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарийге ниеттеріңізді қалдырсаңыздар болады. Тағы қандай нәрселерді көрсеткенімді қалайсыздар, оны да жазсаңыздар болады. Жауап беремін. Дәл осылай мынаның барлығын толтырып шығамыз. Дәл осылай. Мынау алқасы болады. Ал мынау білезігі. Менімен бірге болғандарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік.